Сәлеметсіздер ме? Ой түрткі, ребусты шешіңіз. Ребусты шешу арқылы сабақтың тақырыбын болжайсыз. Ребустың жауабы күн энергиясы. Сабақтың тақырыбы күн энергиясы. Сабақ мақсаты әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздерді анықтап, кемінде 6 сөздің мағынасын дұрыс түсіндіріп, оларды орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған 1,5-2 минуттық ауызша мәтін құрастырады. Жаңа сөздер. Оқушылар жаңа сөздермен танысады және сөздік дәптеріне жазып алады. Мәтіналды жұмыс. Бірінші тапсырма. Суреттерге қараңыз, сұрақтарға жауап беріңіз. Суреттерде не бейнеленген? Күн батареялары қандай мақсатта қолданылған? Ол қаншалықты тиімді? Оқушылар өз пікірлерін айтады. Мәтінмен жұмыс. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңіз. Оқушылар сілтеме арқылы мәтінді тыңдайды және сұрақтарға жауап береді. Сұрақтар. Мәтін не туралы? Қандай баламалы энергия көзі туралы естідің? Күн неге баламалы энергия көзі бола алады? Оқушылар сұрақтарға толық әрі нақты жауап береді. Үшінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңыз. Оқушылар бүгінгі сабақтың екінші мәтінімен танысады. Төртінші тапсырма. Берілген сөздердің термин сөздер мен жалпы қолданыстағы сөздер екенін анықтаңыз. Кемінде 6 сөздің мағынасын түсіндіріңіз. Оқушылар термин сөздерді дұрыс анықтайды, жалпы қолданыстағы сөздерді дұрыс анықтайды, кемінде 4 сөздің мағынасын дұрыс түсіндіреді, кемінде 6 сөздің мағынасын дұрыс түсіндіреді. Өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырады. Бесінші тапсырма. Анықталған сөздер мен термин сөздерді орынды қолдана отырып, берілген аудиториялардың біріне арнап, 1,5-2 минуттық ауызша мәтін құрастырыңыз. Таңдау. Жастар форумы. Жастар және жасыл энергия. Болашаққа жауапкершілік. Мектеп оқушылары. Күн энергиясы біздің болашағымыз. Ата-аналар жиналысы, балалар және жасыл энергия. Инновация арқылы тұрақты даму. Оқушылар сөздерді, терминді орынды әрі дұрыс қолданады, негізгі ойы аудиторияға сәйкес жеткізілген, ойлары логикалық түрде байланысады, мәтін құрылымын сақтайды. Өз жауаптарын ықтимал жауаппен тексеріп көреді. Мәтін соңы жұмыс. 6-шы тапсырма. Төмендегі сөйлемдердің біреуін таңдап аяқтаңыз. Оқушылар сөйлемді дұрыс толықтыра алады. Рефлексия. Чек парақ әдісі. Сабақ соңындағы өзін-өзі бағалауы. Жалпы қолданыстағы сөздер мен термин сөздерді ажырата алады. Сөздердің, терминдердің мағынасын анықтай алдым. Мақсатты аудиторияға арнап мәтін құрастырдым. Мәтінде сөздерді, терминдерді орынды қолдандым. Күн энергиясын қолданудың маңызын түсіндім. Мен үшін ең қиын болғаны және маған көмектескені. Оқушылар өздеріне таратылған чек парақты толтырып шығады. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.